Кевин Де Бройне, бельгиялық футболшы, Манчестер Сити клубының және Бельгия ұлттық құрамасының ойыншысы. Кевин 1991 жылы 28 маусымда Бельгияның Гент деген қаласында дүниеге келген. Кевин бала кезінен экзотикалық алыс елдерге саяхаттауға дағдыланды. Содан кейін футболға деген қызығушылық басталып, жергілікті секцияларға қатыса бастады. 8 жасында Кевин Гент спорт мектебінің жұлдызына айналды және ғажайып бала ретінде бельгиялық бақ беттеріне енді. Кевиннің ата-анасы ұлына қысым көрсетпей, өзін-өзі анықтау құқығын берді. Ал ол орта классқа өткен кезде мансап ретінде футболды таңдады. Бұл кәсіпқой емес, жастар лигасының әр матчында Де Брюйненің негізгі құрамда шығып, міндетті түрде гол соғуының арқасында болды. жылдың басында Генттің балалар жаттықтырушыларынан кетіп, Кевин отбасылық кеңестің шешімімен Гентке өтті. Жастар командасында бірнеше рет Кевиннің өзінің алғашқы ақшасын тауып, бұл экспериментке бекер бармағанын бірден түсінді. 2009-2010 жылғы маусымның басында Де Брюйненің бойы 181 сантиметрге жетіп, салмағы 76 келіге жетті. Ол өзінің жоғарғы лигадағы дебютін шабуылдаушы жартылай қорғаушы ретінде жасап, Стандарт Льежге қарсы ойында есеп ашты. Әрі қарай Кевин Генттің Бельгия чемпионатында жеңіске жетуіне көмектесіп, нәтижелі пастармен көзге түсіп, бірнеше әдемі голдар соқты. Бұл нәтиже еуропалық клубтардың скауттарын қызықтырды. Ал ағылшындық Челсимен келісімшарт Кевинді бақытты етті. Ұлыбританияға көшіп, Сиэтл Саундерспен жолдастық ойында дебют жасағаннан кейін, жаттықтырушылар Гент мектебінің шәкіртін ұзақ уақыт қосалқы құрамға отырғызды. Ойын тәжірибесін қалайтын Кевин жалға кеткісі келетінін айтты. Содан кейін клубтың ресми сайтында олар немістің Вердер Бремен клубымен келісімге келгенін жариялады. Онда Де Брюйне өзін жақсы көрсетіп, маусымды сәтті өткізді. Ол Бундеслигада 33 матчта 10 гол соғып, Челсиге қалыптасқан ойыншы ретінде оралды. Алайда Челси өкілдері оны қосалқы құрамда қалдыруды жалғастырды. Әкесі және агенттермен кеңескеннен кейін Де Брюйне қайтадан жалға кетті және Вольфсбург клубының құрамында Германия чемпионатына оралды. Ол 2015 жылдың ортасында Германия кубогы мен суперкубогын жеңіп алып, үздік футболшы атағына және басқа да бір қатар жеке марапаттарға ие болды. Бұл нәтижелер рейтингке әсер етті және жартылай қорғаушының құнын арттырды. Сондықтан келесі маусым аяқтала салысымен Кевинге қызығушылық танытқандар көп болды. Нәтижесінде ол Манчестер Ситиге көшті. Бұл жолы жаттықтырушылар оны үнемі негізгі құрамға шығарды. Жаңа клубтағы алғашқы күндерден бастап Де Брюйне ассисттер бойынша көшбасшысы болды және бірнеше рет ең құнды алаң ойыншысы болды. Ол УЕФА Чемпиондар лигасында нәтижелі ойындары арқылы Давид Сильва орнатқан рекордты жаңартты. 2021 жылдың сәуір айының басында ағылшындық клуб жартылай қорғаушымен келісім шартты 2025 жылдың жазына дейін ұзартты. Жылдан бастап Кевин Бельгия құрамасында ойнай бастады. Жолдастық кездесулерге және іріктеу ойындарына қатысты. Сол жылы өткен бірінші кездесу жастар құрамасы үшін сәтсіз аяқталды. 4 жылдан кейін Де Брюйне Бразилияда өткен әлем чемпионатында қайтадан ұлттық құрамаға қосылып, қарсылас қақпасына 1 гол салып, 2 нәтижелі пас берді. Кевиннің тығыз жұмыс кестесінде спортшының табиғи ұялшақтығына қарамастан, әрқашан жеке өмірге орын болды. Оның алғашқы сүйіктісі Каролина Линненмен болды. Алайда романтика ұзаққа созылмады. 2013 жылы сұлудың Бельгия құрамасының қақпашысы Тибо Кортуамен көзіне шөп салғаны белгілі болды. Сұхбатында Каролина сол кезде Де Брюйнемен қарым-қатынаста дағдарыс болғандығын атап өтті.
Куртуа керісінше әдемі сүйіспеншілікке ие болды. Кевинмен одақтастығында өміріне жетіспейтін романтика келді. Нәтижесінде ханым жалғыз қалуды таңдап, ер адамдар арасында жанжал туындады. Ұлттық құрама бапкері тіпті Де Брюйнеден Тибоны командадан шығару керек пе деп сұрады. Бірақ жартылай қорғаушы нағыз кәсіпқой болып қала отырып, футбол мүддесін жеке мүддеден жоғары қойып, қарсыласының ұлттық құрамаға жеңіс әкелетін тамаша қақпашы екенін түсініп, бапкердің ұсынысына қарсы шықты. Кевиннің жүрегі ұзақ уақыт бос тұрған жоқ. Сол 2013 жылы ол Мишель Ракуамен танысты. Танысу футболшының айтуынша, досының көмегімен болған. Ол сұлу қыз Де Брюйненің твитіне лайк басқанын көріп, жартылай қорғаушыға оған хат жазуға кеңес берген. Бірақ оның қорыққанын көріп, өзі Мишельге хабар жіберген. Осыдан кейін көп ұзамай жастар кездесті, ал 2016 жылдың наурыз айында Лакруа өзінің сүйіктісіне бірінші баласы Мейсон Миллианды сыйлады. Келесі жылы жазда жұп үйленді. Бір жылдан кейін отбасы Ром атты екінші ұлымен толықты. 2020 жылдың қыркүйегінде футболшының қызы Сури Де Брюйне дүниеге келді. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.